Бүгін жұма, күндердің сұлтаны, баршаларыңыздың дұғаларыңыз, тілектеріңіз қабыл болсын. Осы күні қарттар үйіндегі бір көп емес 40 ата-апаға Құран оқытсам деген ниетім болды. Өткен жылы сол қарттар үйіне Жанат әпкемізбен бірге барып дастархан жайғанбыз. Жанат әпкеге тапсырыс беріп, биыл енді сәл кішкене 4 қабырғадан шықсыншы, сәл бір сезіп қасын деп сол қарттар үйінің жанындағы бір кафеге шақырып жатырмын. 12 жарымда уже ата-апалардың қарны ашып, сол уақытта уже ертерек түскі ас бере береміз деді. Мен де сол уақытқа дастарханымды дайындап жатырмын, Алла нәсіп етсе. Дастарханнан бұрын түрімді реттеп алайын дедім. Жалпы қазақтың көптеген әзіл аралас сөздері біздің көңілімізді көтеру үшін ғана айтылған ба деп қоясыншы. Қазақ айтады, боянған әйелге қарағанда ұйқыдан оянған әйел сұлу деп. Қақтың сұлулығы жаңағы тұр. Сұлулыққа сәлем айт деген, сұлулықтан 5 километр ары жүрмін деген тұр ғой жаңағы тұр. Жадыра, хайр-стилист, Назёка, Назерке, мейкап. Біздің де тұрмыз амай қош айналайын десе. Жылдар бойы, қанша жылдан бері? 6 жылдан бері менің шашымды және бетімдегі әдемі макияжымды кейде бір ұнатпай жатасыздар ғой. Оны бұғыздар істемейді. Бұғыздар бос болмай қалған кезде басқа жаққа барып жасатам кейде өзім. 6 жылдан бері түрімді жаттап алған, бетімнің әр тездігіне дейін. Тез сұрамайды, не істейін, не қылайын деп өздері фук-фук. Қазір енді боянып алғаннан кейін бір киімімді іліп үстіме. Ана кафеге айтқанмын, қарбыз қауын әкелейін, фрукты сіздер қойыңыздар, мен ягода әкелейін, жеміс сіздер қойсаңыздар, мен жидектер әкелейін деп. Содан кейін конфеттер әкелейін, соны қойып беріңіздер деген. Ойбу, көтік. Құран оқытамыз, 7 нан заказ бермеппін, оны жасамаппын да. Қара естімей? Айтса алмадым. Қауын қарбыз алу керекпін, конфет алу керекпін, жидектерімді алу керекпін. Соларымды алып, қазір барамын. Бүгінгі келетін ата-апалардың барлығына мен осындай әдемі сыйлық бергім келіп тұр. Әрине, бір иықтарына нымша шапан жауып, ойбай, молодец, керемет ондай нәрсе. Бірақ оны күнде кимейді. Оны күнде қолданбайды. Керек десеңіздер, жатады әр жерде. Сондықтан да мен бір күнделікті қолданатын қажетті дүние болса екен дедім де, және осыған тоқталдым. Мына үлкен кәдімгі дене сүртуге арналған, но және де бет қол сүртуге арналғаны. Осылай келген ата. Тозылып тек онар жайдары